Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті жамағат, барлығымыз естіп жатырмыз, Екібастұздың жағдайы өте ауыр екен. Ол жақта жылу болмай жатыр екен. Құбырлар жарылып, ыстық су немесе жылу, олардың барлығы өте қиын болып жатыр екен. Енді Аллах Тағала ол кісілерге, ол жақтағыларға жеңілдігін берсін. Біз де соған атсалысайық, барымызша көмектесейік. Енді сол жақта намаз оқитын жандар бар екен, оларға бір мәселе айта кетейін деген. Намаз оқитын жандар әрқашанда дәрет алады, ғұсыл алады, ғұсылы бұзылған кезде ғұсыл алады. Сол кезде әрбір ғұсыл алушы, дәрет алушы мына мәселені білсе, өзінің өміріне жеңіл болады. Бұл шариғатымыз берген бір жеңілдік нәрсе. Үйіңізде суыңыз бар, бірақтан суды жылтатын бір құралдар жоқ болатын болса, және де сіз, мен қазір мұздай суменен ғұсыл алатын болсам, дәрет алатын болсам, мен ауырып қалам деген ой келетін болса, онда сізге шариғат таяммум алуға рұқсат етеді. Яғни таяммумды барып, таза топыраққа барып, намазға деп ниет етіп таяммум аласыз. Және де жылтатын су бар, бірақтан жаңағы үй салқын, мен қазір ғұсыл алатын болсам, онда мен ауырып қалам деген ой басым болатын болса, ол кезде де сізге таяммум алуға рұқсат етіледі. Осы мәселелерді біз біліп алуымыз керек. Өзіміздің өмірімізге зиян тигізіп алмау үшін. Өйткені Аллах Субхана ва Тағала мына құлшылықтың барлығын біздің өмірімізге зиянды ететіндей қылып бізге әмір етпеген. Әрбір құлшылықтың өзінің бір жеңілдіктері болады. Осы жеңілдіктерді сіздер де біле жүріңіздер. Уахиру дa'вана анил хамдулиллахи роббил аламин.